500 қаздан 1 миллион теңге тауып алама. 1 миллионды табу үшін үлкен бизнес керек дейді. Бірақ фермерлер бұған басқаша қарайды. Бірге есептеп көрейік. Мысалы, сіз 500 инкубациялық қаз жұмыртқасын сатып алдыңыз. Есепті жеңілдету үшін бір жұмыртқаны жобамен 1350 теңгеден алайық. Барлығы 675 теңге. Жұмыртқаларды инкубаторға салдық. Орташа 70% шығын болса, шамамен 350 қаз балапан шығады. Енді 4-5 ай бойы жақсы күтім жасайсыз. Ем бересіз, витамин бересіз, уақытында суын ауыстырасыз. Яғни ферма күн сайын еңбекті сұрайды. Орташа есеппен бір қаздан 3,5 кг таза ет шықса, 350 қаздан 1225 кг ет аласыз. Егер еттің 1 кг 3500 теңге сатсаңыз, жалпы түсіміңіз 4 миллион 287 500 теңге болады. Енді барлық шығынды алып тастайық. Жұмыртқа, жем, электр, витамин, вакцина, басқа да шығындар. Барлығын есептегеннен кейін орташа есеппен 1,5-2 миллион теңге аралығында таза пайда қалуы мүмкін. Бұл бір ғана айналым, енді ойланып көріңіз. Көп адам бірінші пайдасына телефон алады, кейбірі көлік алады. Ал тәжірибелі фермерлер не істейді? Ол бұл ақшаны қайтадан фермаға салады. Сол себепті келесі айналымда 500 емес 1000 жұмыртқа салады. Ал шаруашылық дәл солай жыл сайын өседі. Сондықтан үлкен ферма көп ақшадан емес, дұрыс қабылданған бірінші шешімнен басталады. Келесі видеода 1000 қаздан қанша таза пайда қалатынын және сол ақшамен көлік алуға бола ма, жоқ па, нақты есеп шығарамыз.